Сәлем баршаңызға. Бүгін күшті көрнеке рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бастаймыз. Ең бірінші салқын айранымызға 1 шай қасық тұзбен соданы салып қойып қоямыз. Процесс болу керек, осындай көпіршу керек. Содан кейін осы қоспамызды ұнымызға салып, үстіне ертілген сармай салып, және 1 жұмыртқа саласыздар. Оны видеоға түспей қалған. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды мешокқа салып, демалуға қойып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін грудинкамызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Картошка, жуа барлығын 4 бұрышты етіп тураймыз. Ішіне қоспасын саламыз. Паприка, бұрыш және тұз. Сұйық май құйып араластырамыз. Сұйық майды қоспамыз құрғақ болып қалмас үшін қосамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Осындай жұмсақ жабыспайтын қамыр еленеді. Оны осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз дөңгелетіп. Ішіне салмамызды саламыз да дәл видеодағыдай ораймыз. Неге осындай әдемі форма шығады бізде. Енді осының бетіне 1 жұмыртқамызды араластырып жағып шығамыз да 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Көрнектарымыз дайын, ас болсын. Сіздермен болған Ақмарал.